Сәлеметсіздер ме, сүйікті көрермен достар, айдарымыздың кезек саны алдарыңызда. Шұрайлы мекенге, мұнайлы мекенге орналасқан Қарамайлы қаласындағы қазақ өрендерінің өзгеше ортада ерекше тәрбиеге кенеліп, күн майысып, нұр жинаған бүгінгі бақытты балдәуреніне кім-дегім таңдайғаға елжірейді. Көгаршын өнер білімге тәрбиелеу орталығын құрып, осы қаладағы көгінгөз көгірімдер мен арманшыл ата-аналардың алқауына бөлінген Майгүл Мазанқызы ұрпақтар үшін бәрін арнап, маңдай терден маржан тізген ардақты аруларымыздың бірі. Айдарымыздың бүгінгі санында сіздер осы бір өршіл қызымыздың өнегесімен танысасыздар. Қарақат түннің шырынына қанып, жұрт уыз ұйқыға берілгенде, Қарашаның түнгі аспанымен қасарысқан қалашамның арасында күншілік шаруасының шалғайы әлі қайырылып бітпеген мынау қажырлы қыздың тұрағының шырағы әлі жарқырап тұр. Ол ертең болатын өспірімдердің өнер бәсекесіне асық. Оның көңілі әр қашан осылай ақ таңның атуына асық. Ертең Қарамайлы қаласында Көгаршын өнер білімге тәрбиелеу орталығындағы түлектердің көркем өнер жарысы өтеді. Ертең ата-аналардың ағыл-тегіл қуанышы ақтарылып, сәбилердің риясыз көңілінің ақ бұлағы шапқылайды. Ертең Майгүл есімді қажырлы қызды қауашақ ғұмырлар үшін қолшынған тағы да бір қарбалас күн қарсы алады. Тағы да бір таң атып, талқысыған дүниені орнынан оятты. Ақ шуақ таңды бұлбұлдың үніндей думанға бөлеп, Қарамайлы қаласында өрендер жарысы басталып та кетті. Екінші кезекте әнмен оңғаты саласы жарысы қазір басталды. Жарысқа қатынасқан 30-ға тарта шабандоз қорқуында, қобалжуында жасыра алмайтын риясыз сезіммен сахнаға бірсін-бірсін көтеріліп жатыр. Қарағайға қарап тал өсер, қатарына қарап бал өсер демекші, өжет түрегі өзгелеріне дем берді ме, әлде ата-аналардың әлсін-әлі шатырлаған шапалақтарынан шабыт алды ма, түлектердің жүректері орнығып қалғандай еді. Бауыр еті бала ата-аналардың жүрегін елжіретіп, қарбалас жандар қаршадай ұл қыздарының тәтті өнерінен көз айым боп, көңілдері толқып кетті. Бұл қимылды жасөспірімдерді шабыттандырар қарапайым жарыс деп түсінгеніммен, жарыс үшін жасалған дайындық, сахнаның жобалануы, қимылдың тәртібі, реттілігі, бағалануы бәрі де жүйелі орналастырылған. Теңіздің толағай толқынның үніне құлақ түрген жандардың көкейіне тас бұлақтың сыңғыры елестер мекен десеңізші. Ешкім міндеттеп бермесе де Қарамайлы қаласындағы өнер сүйер жасөспірімдер үшін маңызды төтенше зор болған осы жарысты өткізгеніңе мінекей 2 кезек болыпты. Ендеше осы жарысты қандай бір мақсатпен ұйымдастырып отырсың? Осы жарысты өткізудегі мақсатымыз жеткіншектердің өз өнерлерін сахнада қандай сәулелендіру үшін біз оларға орай жаратуымыз керек. Сондықтан қаражат жақтан шығын болса да, бірақ біз сол балалар үшін татиды деп ойлаймыз. Мынау жоңғар даласының жүрегіндегі, жүргектегі үмітті жер-көкке жариялауға күйінген көңілдің Көгаршын ұлаға тұясын салып, мұрағат дәстүрді үндеп, болашақ кезеңіне жету үшін парасат өзенін өрлей жортуды, жас ұрпақтарға ұғындыру үшін игілікті істерін қолға алыпты. Әуелі аталы домбыраға қаладағы қарлығаштарымызды құнықтырып, арманшыл ақ-үрпектерді әр түрлі өнерге тәрбиелеуде. Қарамайлы қалалық 3-ші бастауыш мектептің оқытушысы Майгүл Мазанқызының ұйымдастыруымен құрылған міне мынау Көгаршын өнер білімге тәрбиелеу орталығы бүгін жарықта жайлы кластары, жеткіншектер ән айтып, би билеуге жаттығатын еңселі залы бар өнердің ақ бесігіне айналып үлгерді. Көгаршын өнер білімге тәрбиелеу орталығын біз ең алғаш 3 жылдың алдындағы телевизиямыздың балалар концертінде өзің дайындаған концерт нөмірлері арқылы таныған болатынымыз. Алайда оның қашан, қалай құрылғандығын барлығымыз біле бермейміз. Ендеше осы жайлы қысқаша тоқтала кетсең. Мен өзім мұғалім болғандықтан балалар фильмдер болсын, сосын балалар концерті болсын өте қызығып көремін. Әр жылы осы концертті, балалар концертін көрген кезде бір ой келеді, неге біздің Қарамайдан
балалар катнаспайт, неге осылар бармайт деген ой келди да. 2003-жылы сосын балалар концертине нөмір алып барууга туура келди. Тоңуш рет. Сосын биз ол кезде класс болмады. Тек кана ерекшелиги бар балаларды жиып кана кийимдерин жобалап, әндерин, такырыптарын талдап жаздырып, сосын мектептин даласында машыктандырып, биринчи ретте 2003-жылы. Сол кезде алып бардык. Ондай болса, аты калайча көк аршын коюлган? Бул тарбиялоо орталыгынын аты калай коюлду дегенде, сол кезде концертке апаруудан бурун биз осуган бир ат коюуга туура келдик. Сол кезде биздин Карамайда өзүбүздүн акын агамыз бар, Серик деген 8-орто мектептин мугалим. Сосын сол агамыз бизге бирталай аттарды жазып әкеп берди. Сонун ичинен карасак көк аршын деген бул атты мен өтө унаттым. Өткөнү кептер, көк аршын кептер оюн, тыныштыкты, бейбитчиликти, тагы да урпактарыбыз аркашан бийиктен көк аршын сыяктуу самай берсин деген тилекпен осы атты койдук. Ең алгаш Шинжаң телевизиясынын балдар концертине нөмір дайындоо максатымен жыйылган осындай бир чагым коллективди кийин калайча бүгүнкү күнгө расмий сабак өтөтүн классы бар, жаттыгуу жасайтын еңселүү залы бар, осындай бир өнөр билим тарбиялоо орталыгына көлөмү кеңейтүү бекимине келдиң. Ал кайтып келгенден кийин калк маган өтө жакшы бага берди. Сосын ата-аналар көп алгыстарын айтты. Маган Майгул будан кийин жалгастырсаң, балаларыбызды тарбиялесең деген ойларын айткандан кийин буну кеңейтип жалгастырсак болот экен ой деген бир ой келди. Тагы да балаларыбыз домбура билмейт. Сосын мугалимдарды усунус этип домбура классында костук. Сөйтүп міне бірте-бірте қазір классымыз кеңейіп, осындай күнге келді. Осынау тамаша тәрбие ортасына өз бойындағы өнерді бағыштап, балдырғандарды баптауды бақсы сезініп, бір топ жігерлі де талантты тәрбиешілер ұстаздық етіп жатыр. Олар өркениетті қаланың әр көшесіне бытырап қоныстанған қызметтері қарбалас қазақ отбасыларының ұрпақтарына арнап, осындай өнер орталығы құрылғанына қуанып, Майгүлдей маңдай терден маржан іздеген өнерлі де өршіл қыздың игілікті істерін қуаттап келеді. Көк аршын өнер білімге тәрбиелеу орталығы ұрпақтарға ағылшын тілін үйретуге айрықша мән беріп келеді. Тілі үйренуге оңтайлы орта жаратылып, дер шағында дем қойған өспірімдер үшін бұдан артық бақыт бар ма? Көп өнерді бойына жиған, көп тілден хабары бар Майгүл Мазан қызының іскерлігі мен өнегесіне туысқан ұлттардан тыс шетелдік азаматтар да тәнті болып, осынау ұлағат ортасына қол ұшын беріп келеді. Мен ағылшын тілі оқытушысымын. Біздің сабақ өту методымыз оқушыларға лайық. Балалардың ағылшын тілінде сөйлей білуі үшін біз көп ізденістер жасадық. Сондай көп қиыншылықтарға жолықсақ та, соңындағы нәтижелерді көріп, шаршауды ұмытып кететінбіз. Майгүл апеке шетелдік мұғалімдерді шақырсақ балалардың дұрыс дыбыстауына көмегі болар ма екен деген ойды ортаға қойған соң, барлығымыз ақылдасып көріп, аптасына бір рет шетелдік мұғалімдерді орталығында ұсыныс етіп, сабақ өткізуді жөн көрдік. Майгүл апеке қызметте шөгел, ал біз тұрмыста жақсы достарданбыз. Ол өз әпекеміз сияқты күйінеді. Ал бұл досымыз мен сізге жаңа айтып өткен Америкадан келген мұғалім Машиу Стокс. Танысқаныма қуаныштамын. Мен де сізбен танысқаныма қуаныштамын. Ендеше Майгүл жайлы не айтар едіңіз? Майгүлмен танысқаннан бері оның тұрмысты қызу сүйетіндігін, қолға алған жұмысын табандылықпен жалғастыратындығын, музыка, саяхат секілді көптеген әуестерінің бар екендігін байқадым. Ол үнемі бізге оқсамаған мемлекеттерге саяхаттай барғандағы кешірмелерін әңгімелеп береді. Мен оның төңірегіндегі жаңалықтарды ынтыға үйренгісі келетіндігін байқадым. Бұдан сырт, оның кісілерге көмектесуді қуаныш санайтын тамаша қасиеті бар. Осы жолғы ән кешінде ол маған сахнада бір ән орындайтын орай берді. Мен бұған өте қуаныштамын. Мінекей осы ертегіні Қарамайлы қаласындағы Көк аршын өнерге тәрбиелеу орталығының жетекші мұғалімі Майгүл Мазан қызы сахнаға бейімдеп музыкалы театрға айналдырып, бүгінгі сауық сахнамызға ала келіпті, қаки қарсы алайық.
Алғаш көгерімдері бізге көгілдір экранмен таныс. Телевизиямыздың әр жылғы өрендері сауық кешінде Қарамайлы қаласынан келіп қатынасқан концерт нөмірлері формасының алуан түрлі, мазмұнның байлығымен, өзіндік даралығымен балдырғандардың қалауынан шығып келеді. Сен дайындаған концерт нөмірлері мейлі форма жағынан болсын, мазмұн жағынан болсын, өзінің даралығымен көрермендердің өзіне баурап келеді. Ендеше осындай бір концерт нөмірлерін дайындауға саған шабыт қайдан келеді? Мен мұғалім болғаныма 11 жыл болды. Сондықтан мұғалім болған еген біз күнде балалармен барыс келісіміз көп. Бұндай шабыт қалай келеді десең, ол әдеттегі тұрмыстан бұны байқауға болады. Мысалы, менің классымда әке-шешесі ажырасқан балалар көп болатында, сосын мысалы сабақ кезінде олар диққатын жей алмай, әрқашан рухани жақтан өзін өте төмен көріп сөйтіп жүреді. Ал олармен сырлассаң, үйіндегі әке-шешесінің ажырасқан ахуалын, жағдайларын айтады. Ал сол кезде мысалы саған ой келеді, осы туралы бірдеме жазу керек екен, осыларды айту керек екен деген ой келеді да. Мысалы алдыңғы реткі балалар мерекесіне жазып шыққан әке-шеше ажыраспаңдар деген, енді сол туынды мен сол классымдағы балалардан келген. Ертең менің мерекем ғой. Мерекемді де төбелесеңдер ме? Мені неге ойламайсыздар? Мен басқа балалар сияқты уақытын албай жатты тұрмысымды өздеріңізбен өткізгім келеді. Мен бір жақсы баламын ғой, әке. Сен ажыраспаңыздаршы. Болайын деген баланы өнерге тәрбиелеу өз алдында жапалы жұмыс саналса, сол баланы шабандоз етіп, үкілеп сахнаға сайлау, жапалы жаттығу, жасампаздық ой түюмен қоса, әуенге сай музыка жасау, әндерді дыбысқа алдыру, бәрі де күн түні шапқылап, өзге орындармен селбестік жасау арқылы бітетін жұмыс. Мінекей бұл күні Майгүл шәкірттерінің ата-аналарының көмегімен көлік мәселесін шешім етіп, балалардың әндерін дыбысқа түсіруге Жарамбұлаққа жол алған. Ештеңеден алаңсыз сәбилер автобуста ән салып, балғұмырдың базарын құрып, анау қалжырап қалғып отырған жапагер ұстаздарын ұмытып та кетті. Я, сәбидің кіршіксіз жанарына өнегенің шуағы болып шағылып, олардың момақанда монтаздай тілегімен тілесуден артық қандай бақыт бар. Іргеден ашылған өнер мектебіне перзенттерін апарған ардақты жандар міне бүгін күйініштері сүйінішке айналып, ұрпақтарының көкейіне қонған көгаршын талаптан көз алмай елжіреуде. Жанашыр жандар ұрпағына ұлағат сынған жуданды жасқа ырғын рахметін жаудырмай жассын ба? Баламыз осы көгаршын тәрбиелеу орталығына қатынасқан 3 жылдан бері Синжан телевизиясында өткізілген балалар концертінде бір қанша балалар концертіне қатынасып, сахналардан көрініп жатыр. Біз осы ата-аналар бұған ерекше қуаныштамыз. Сондықтан осы отбасымыз атынан Майгүл мұғалімға ерекше рахмет айтпақшымыз. Тағы да бір қарабалас аптаның алғашқы күні. Таң бозынан тұрған Майгүл қызметке шығуға дайындық жасауда. Әліппе бетін ұйғыр тілінде ашып, кейінтін көркемөнер мектебін тамамдаған Майгүл Мазанқызы Қарамайлы қаласы 3-ші бастауыш мектебінде ұйғыр тілінде әдебиет сабағын өтеді. Оның сыртында Қарамайлы қаласындағы ұлтымыз ұрпақтары үшін құрған өнер орталығының жұмысын жүргізіп жатқандығына жаңада хабардар болдыңыздар. Бұл ғана емес, Майгүл Қарамайлы телевизиясында дыбыс актері болып жұмыс істеп, ұйғыр тілінде талай фильмдерге дыбыс берді.
Ал енді сенің ән өнер жағында жасап жатқан ізденістеріңде өз алдына бір төбе мінекей жуықта ән кешің болғалы жатыр екен. Ең әуелі өзіңді алдын ала құттықтағымыз келіп отыр. Енді сол ән кешіңе өзіңнің Шинжаң ауыл шаруашылықта жүйесінде оқып жатқан сіңілің Майраның да жолдар сәлемі бар екен. Қанекей естіп көрелік. Мен осылай әпекем болғандықтан өзімді бақытты сезінемін. Шешем қайтыс болғаннан бері әпекем бізге шеше орнында көптеген ақылын айтып, тәрбиесін айтып, қиыншылықтарымызды шешіп келе жатыр. Осы орайдан пайдаланып әпекеме рахмет айтқым келеді. Әпеке, алдында ән кешіңіз болғалы жатыр. Ағам екеуміз ән кешіңіздің сәтті болуына тілектестік білдіреміз. Әрқашанда өзіңізге болған сеніміңізді жоғалтпаңыз. Бұдан кейін де күндеріңіздің мәнді де сәнді болуыны шын жүректен тілейміз. Ендеше ән кешіңнің дайындық жұмыстары қандай болып жатыр? Мен ғой кәсіптік әнші емеспін, бірақ та әнге өте қызығамын. Сонымен көк аршын құрылғандығының 3 жылдығын құттықтап, тағы да алдымызда келе жатқан жаңа жылды қарсы алу байланысымен осы концертті орайластырып отырмыз. Дайындық жұмыстары негізгінен бітіп қалды. Бұл концерт осы жыл соңында Қарамай қаласында өткізіледі. Енді бұның бағасын халық береді. Бала біздің болашағымыз, біздің келешегіміз. Бұларды тәрбиелеу әрбір ұстаздың бас тартып болмайтын міндеті деп қараймын. Ойлаймын мен, егерде осы мен тәрбиелеген жеткіншектер келешекте үлкен сахналарда өз өнерлерін сәулелендіріп, мықты өнерпаздардан болып шығатын болса, сонда менің арманымның орындалғаны. Майгүл жайлы хабарымызды көріп, Майгүлдің арманшыл рухы, қайтпас жігері сізді де әселендіріп отырған болса, әне сол мақсатымыздың орындалған жері. Тынбай талпынған игілікті істері жастарымызға өнеге боларлық құрбыласымыз Майгүлдің алда өткелі жатқан өнергешіне табыс, өміріне бақыт тілейміз. Ендеше айдарымызды аяқтау алдында өздеріңізге және де ескере кетеріміз, айдарымыздың әр санын қалт жібермей көрулеріңізді үміт етеміз. Сондай-ақ айдарымызға жақсы пікір ұсыныстарыңыз бар болса, бізбен хат және телефон арқылы хабарласып тұруды ұмытып қалмайсыздар. Біздің мекен-жайымыз Үрімжі қаласы Ынтымақ көшесі 84-ші аула, Шинжаң телевизиясы, 3-ші арна көркем өнер бөлімі, Жас дәурен айдары. Пошта нөміріміз 830044, телефон нөміріміз 0991 25 51 875. 0991 25 51 875. Осымен кезек санымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош аман болыңыздар.